Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі оңай 5 минутта жасалатын баклажаннан дайындалатын жазғы салатты бірге дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналдан алыстамаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті барлық көкөністерімізді жақсылап жуып дайындап аламыз. Содан соң баклажанды дәл видеодағыдай ең алдымен дөңгелек, содан соң осылай соломка ретінде турап дайындап аламыз. Кейіннен үстіне тұз салып, жақсылап араластырып бір шетке қоямыз. Осы кезде біздің баклажаннан өзінің сөлі бөлініп шығады. Содан соң біздің сәбізімізді де дәл солай өзіңізге ыңғайлы етіп, соломка қылдырып турап, бөлек салып қоямыз. Кейіннен болгар бұрышында дәл осылай турайтын боламыз. Ортасындағы керек емес дәнін алып тастап, соломка ретінде турап қоямыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін сіздерге описанияға қалдыратын боламын достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жазғы жеңіл әрі майонезсіз өте дәмді салат болып шығады. Қиярымызды да соломка ретінде турап дайындап аламыз. Енді табамызға сұйық май құйып, қыздырып алып, орташа отта біздің баклажанды асты мен үсті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Табамызға майды молырақ құйып, барлығын осы бір майда қуырып шығамыз. Баклажанымыз қуырылғанша біз помидорды дайындаймыз, яғни қызанағымызды. Қызанақты да дәл манағыдай соломка ретінде турап дайындап аламыз. Және бұл салатқа өзіңіздің қалауыңыз бойынша жартылай ащы бұрышты аздап қосып жіберсеңіздер де болады. Және дәл осы майға біздің жаңағы дайындап қойған сәбізімізді қуырамыз. Мінекей, және үккіштен осындай кішірек 3 тісше сарымсақты да дайындап аламыз. Қалауыңызша салатқа укроп, көк жуа, базилик қоссаңыздар болады. Менде укроп болғандықтан мен укроп салдым. Сәбізімізді қуырып алған соң дәл осы майға біздің тәтті бұрышты қатты отта шамамен 2-3 минут аралығында қуырып аламыз. Енді барлық дайын болған ингредиенттерімізді шұңғыл ыдысқа саламыз. Қиярды, сәбізді және біздің қуырылған баклажанды, тәтті бұрышты, қызанақты барлығын салып, үстіне жаңағы дайындаған чеснок пен аскөгімізді саламыз және дәміне қарай 1 шай қасық тұз саламыз. Егер сіздер ұнатпасаңыздар, соя тұздығын қоспасаңыздар да болады. Мен 1 шай қасықтай шамамен соя тұздығын қостым. Сондай-ақ қалауыңызша қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын. Назарларыңызға рахмет.